Hi everyone, сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге сіз білесіз бе айдары? Бүгінгі айдарда ағылшын тіліндегі raise және rise етістіктерінің дұрыс қолданылуын қарастырамыз. Ал ендеше кеттік. Raise және rise етістіктері көтер деген мағынаны білдіреді. Оларды келесі мысалдарға сәйкес талдап көрейік. The balloon rises. The balloon raises. Дұрысы the balloon rises. Себебі шар өздігінен көтеріледі. Шарды біреу көтеретін болса ғана raise етістігі қолданылады. Келесі I raise my hands. I raise my hands. Дұрысы I raise my hands. Себебі қолдарымды мен көтеремін. Олар өздігінен көтерілмейді. Келесі I raise my shutters. I raise my shutters. Дұрысы I raise my shutters. Себебі жалюзиді мен немесе кез келген біреу көтереді. Ол да өздігінен көтерілмейді. Келесі the sea level raised. The sea level rose. Дұрысы the sea level rose. Себебі теңіз деңгейі өздігінен көтерілді. Оны біреу көтермейді. Байқап тұрғандарыңыздай, мұнда rise етістігі өткен шақта көрсетілген. Қорыта айтқанда, rise етістігі белгілі бір нәрсе, ешкімнің көмегінсіз, өздігінен көтерілетін болса ғана қолданылады. Ал raise етістігі белгілі бір нәрсе біреудің көмегі арқылы көтерілетін болса ғана қолданылады екен. Мәлімет сіздерге пайдалы болды деп үміттенемін. Назарларыңызға рахмет.